Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметте сицебили немесе кобра деп те атасаңыздар болады. Қысқа керемет болып шығады, осындай болып. Соны жасап көрейік. Ең алдымен біз ащы тәтті бұрыштарымызды осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Одан кейін барып сәбізімізді теркадан өткізіп чили, перец, чеснок және де болгар бұрыштарын қосатын боламыз, помидор және пияз қосамыз. Осының бәрін осылай мясорубкадан өткізіп аласыздар да тек қана сәбізді үккіштен өткізесіздер. Және де қызанақты помидорды мен блендермен ездім. Өткен себебі ол андай бірыңғай езілу үшін осылай ездім міне. Егер сіздерде блендер болмаса, кәдімгі мясорубкадан оны да өткізе берсеңіздер болады. Бәрі дайын болды. Енді қазанымды қыздырып қуыруды бастайтын боламыз. Менде 70 литрлік қазан, осыдан менде 46-48 литр жаңағындай сицебили шығады. Енді өздеріңіз көресіздер, ыңғайларыңызға қарай, кейде 46 шығуы мүмкін, кейде 45 литр шығуы мүмкін, әр кезде әрқалай. Майымыз қыздырамыз. Майды жақсылап қыздырғаннан кейін ең бірінші пиязды қуыруды бастаймыз. Пиязды қуырған кезде қатты күйдіріп жібермейсіздер, сарғайтып, кішкене әдемілеп қуырасыздар, сонда дәмі керемет болып шығатын болады. Астына отты басында кішкене қаттырақ жаға беріңіздер, ортасына таман кішкене отын азайтатын боламыз. Менде енді пиязды 1-2 минуттай қуырулаға қойып қоятын боламын. Содан кейін барып сәбізді қуыруды бастаймын. Міне пияздың жан-жағы кішкене сарғая бастаған кезде сәбізді саламын. Сәбізді салғаннан кейін де жақсылап қуыратын боламыз. Сәбізді 5 минуттай қуырасыздар, астындағы отына байланысты. Міне қараңыздар, әдемі болып қуырылып жатыр. Осы кезде перецті құятын боламыз. Бұл жерде менде ащы перец және де қызыл перец, жасыл перец, болгорки бәрін араластырып қосып жібердім. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қоссаңыздар болады. Мен құрамына міндетті түрде жазып кететін боламын. Міне қараңыздар, түрі деген кереметтей болып шығады. Қыстың күні кез келген тамақпен жей берсеңіздер болады. Гарнирға подлив ретінде қолдана бересіздер. Нанмен құры өзінде жей бересіздер. Керемет болып шығады. Менде жаңа перец 5 минуттай қайнады. Одан кейін барып мен жаңа чеснокпен нені қосып жібердім. Чили перецті және үстіне помидорды құйдым. Тек менде помидорды құйып жатқан видеом түспей қалыпты. Қалғанын бәрін түсіріп, осылай сіздерге түсінікті етіп видеоға салдым. Енді менде бетіне қантымды және де құмшекерімді салып жатырмын. Одан кейін барып қалауыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бірақ мен кәдімгі қара бұрышты қосамын. Қара бұрыш ұнтағы бар ғой, соны қосқан маған жақсы. Сол үшін сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен осындай кесемен өлшеп салдым. Сіздерде де осындай кесе болса, сонымен осылай өлшеп салсаңыздар, дәмі бірыңғай шығатын болады. Егер сіздер тәтті қылып жасағыларыңыз келсе, жаңағындай чили перецті қоспай қойсаңыздар болады. Мен осындай ұнтақ қолданамын қара бұрыштан. Себебі қыстың күні банкіда жаңа жеп отқан кезде өте ыңғайлы. Домалақ қатты түрінде қоссаңыздар болады. Және де лавар жапырағын қосамын. Дәмі керемет, дәм беріп тұрады. Осыдан жарты сағаттай 40 минуттай қайнататын боласыздар. Бәрі қайнап болғаннан кейін барып ең соңында дайын болуға бір 15 минуттай қалған кезде осылай әдемілеп зеленді салып жібересіздер. Одан кейін міндетті түрде банкаларыңызды булап, қақпақтарын жақсылап тұрып залалсыздандырып дайындап аласыздар. Қайнап уже дайын болып қалған кезде банкаға құйып сразу жауып тастайсыздар. Одан кейін суығанша бір жерге қойып қоясыздар. Міне менде банкаларым бәрі залалсыздандырылды. Енді міне құйып жатырмын. Құйған кезде абайлаңыздар, күйіп қалмаңыздар. Оп-оңай осылай жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Дәмі деген ерекше. Прям мантымен де, кез келген палаумен де, құры нанмен де
күшті кете береді ғой қыстың күні. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.